мұсылман адам шариғат ұстандың ба, енді сынақтар келеді. Шариғат ұстанбағандарға да келіп жатыр. Бірақ шариғатты ұстанып жүрген тақуаларға шайтан ұстанбай жатқандарға көбірек соны көзін түсіртеді. Байқайсыздар ма? Намаз оқып жүрген адам сәл бір аяғы шалынса, елдің бәрі соны көріп қалады. Бірақ намаз оқымайтын қаншама аяғы шалыну былай тұрсын, түйені түбімен жұтып қойып жатқандар бар. Қазақта сөз бар ғой, түйені түгімен қосып жұтып жіберді дейді. Ал олар ешкім көріп жатқан жоқ та, бірақ айтпайды да, оны ешкім олар үшін бір жақсы, бір қалыпты жағдай сияқты. Бірақ намаз оқығандардың ішінде біреуі сәл бір шалынып деп қалса, елдің бәрі, міне мұсылмандар, міне намазхандар, қандай адамдар бұл, неге ондай, неге мұндай деген сияқты. Сол үшін мұсылмандарға міне сахабалардың басынан өткерген қиыншылықтарды бауыры Алла бізге бермей-ақ қойсын. Яғни көп қиыншылықты көрді олар, бірақ Алла олардың разы болсын. Біздер үшін қандай абырой болды да қазір. Біз тарихты кәдімгідей рахаттанып оқып жатырмыз. Егер оларда кішкене шегінгенде бізге ауыр тиетін еді. Сабыр етпедім ба енді? Сахабалар ғой енді, Расулалла жанында ғой енді. Пайғамбарға да оңай болған жоқ қой, кішкене падешік бол керек еді деп бірдеңе айтайын десек, ешнәрсе айта алмаймыз. Алла олардың разы болсын дегеннен басқа түк айтпаймыз. Шынымен олар басында қатты тұрған еді.